Ardaқты ағайын, құрметті туған туыс, ақшасты абзал анылар, шынын айту керек, кейлерге неге біздің әріптестеріміз, ал бүгінгі тойды жүргізуші мен өзін әріптес деп есептеймін, ойдан жоқтан тауып кетті. Бағана біраз ашуланбасам да енді алыстан атып терлетіп келген жайым бар. Маған неге сөз берейік деп жатсың, жаңа бір сөзбен ұтып кетті. Қандай сөз дейсіз ғой? Ол мына әлгі Қатия жеңгеміз деп жатыр ғой. Қатия тәтенің бауыры деді, келіні деді. Сонысымен бір-ақ сөзбен ұтып кетті. Өйткені әлгі Алматының ауа райы сияқты, мен де сол дәл бүгін соған лайық, мен де сол тобықтың көкшесі болып тұрмын, сондықтан да сіздің бауырым етілді. Ана неге жүргізуші дәл етті деп ойдым. Сондықтан бағанаға ашылым тарап кетті. Уақыттарыңызды көп алмай, мынау сиясы кеппеген осы күні кеше ғана жазылған арнайы сол өлеңімді оқып берейін. 7 рет 10 жасаған Қатия жеңешемізге 7 шумақ жыр шашу. Қазақпыз ғой құрметтер жеңгелерім, әйтсе де сізге қайжан тең келеді. Жайқалған бәйтерексіз, бір кездері тал болып осы әулетке енген едің. Туыс жаққа беріліп қол ұшыңыз, әр жайда итқы болу төлісіңіз. Киелі Шыңғыстауда өмірге кеп, Алатауда кемейлі өрісіңіз. Ұмытпан сіз жасаған еңбекті біз, 5 балапан 5 шыңға өрлеттіңіз. Жар болып Мағауия ағамызға біртіндеп оған да ана болып кеттіңіз. Өн бойыңыз абырой артылғандай, өзіңізге барлық жүк артылғандай, жаралған намыстан деп ән ұранда, сіздей жанға арналып айтылғандай. Айналып үйдің мықты уығына, өмірдің төзіп ыстық суығына, шайқалтпай шаңырақты келесіз, сүйеніп сенімділік тұғырына. Қадірлі тәте, енді Едекеңнің өлінен кейін айтар сөзді табылмас, бірақ та ақынның жары болғаннан кейін, ақынның келіні болғаннан кейін тіпті жеңгесі бола беріңіз, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Сізге Семейден осы ваза сияқты әрқашанда жарқырап жүріңіз, іші аңдастарханда жем-жидекке толы болсын.